Түлкі мен ай. Аспандағы ай жарлы болып тұрушы еді. Мал дегенде өзінің бір ешкісі, бір бұзауы бар еді. Бір күні қасқыр айдың жалғыз бұзауын сойып, түлкіні қонаққа шақырып алып, бұзауды жесіп, терісін жасырсып қойсады. Сонан соң аспандағы ай жоғалып кеткен бұзауын іздеп даланы қыдырып жүріп, ешкісін үйіне кіргізіп, арқанмен мойнынан байлап кетіпті. Сонда далада аспандағы айдың қарсы алдынан түлкі шыға келіп, құйрығын бұлғаңдатып жіберіп, көзіне қарай беріп: «Қалай тұрасың, ай?» деп сұрайды. Сонда ай айтады: «Тәуір тұрамын, бірақ бұзауымды жоғалтып іздеп жүрмін». Деген соң: «Тез таба алмайсың. Егер де қаласаң, мен болыстық қылайын» дейді. «Бірақ мені қонаққа шақыр, келістіріп тойғыз. Сонан соң сенің бұзауыңды тауып берейін» дейді. Сонан соң аспандағы ай түлкіні қонаққа шақырып, жанындағы ауылдастарынан қымыз ет сұрап алып, ішкізіп, жегізіп тойғызады. Аздан соң түлкі тәңір жарылысқан айтып, іздеуге шығып кетіп, ағаш ішіндегі жүрген қасқырды тауып алып, бұзаудың терісін үстіне кигізіп жіберіп: «Жүр, айдың үйіне қонаққа барайық. Ешкісін сойып, қонақ қылады. Кеш уақытта болып кетті. Тамақ болып қалар» десіп келіпті. Сонда ай қуанғаннан ешкісін үйіне қалдырып, ауылдастарына барып айтпақшы болады. Жоғым табылды дегелі кеткен уақытта үстіндегі терісін тастай салып, жоғалып кете барады. Қашқанда болса қу залым адамны қызмет қылып, жақсылық көрсетемін дегеніне сену керек емес.